Ассалаумалейкум, Қызай ұрпақтары. 16 ақпан 2022 жыл. Біз Қапалы ауданы Арасан деген ауылда тұрмыз. Осында келдік. Өйткені себебі Арасан ауылына келуіндегі себебіміз Арасаннан жоғары қарай Қызылжар деген ауылдың бір картасын көргім. Сондықтан сол бойынша сол Қызылжар ауылын ізденіп келген жағдайым бар. Енді мұны Арасан деген ауыл, ар жағында таулар жатыр, әне. Ол таулар туралы алдыңғы видеомызда айттық. Енді міне мына тауды көрейік. Осы тауда. Осыдан жоғарылай осы маңайда бір ауыл бар. Содан жоғарылай осы маңайда Қызылжар деген картадан шығып тұрған бір ауыл бар. Одан жоғарылай Баласаз деген жер бар. Енді осы Қызылжар деген жер туралы ізденіп келгем. Бұл қашаннан бері Қызылжар деп. Әсілі оны бір қанша дейді? Бір санмен атайды екен әсілі. Енді Қызылжар деген атау осы 3 жыл бұрын ғана бас сапты. Қызылжар атқа кіріпті 3 жыл бұрын ғана. Бұрын басқаша аталған екен енді. Міне біз Арасан ауылының шетіне шығып тұрмыз. Осы жақтан міне толығымен көрінеді екен. Арасан ауылы осы тура осы қарсыда қалды. Мына жердегі ауылдың аты не еді? Арасаннан кейінгі? 11-ші ауыл. Суқсай. Суқсайдан кейін 11-ші ауыл дейді екен. 11-ші ауылдың осы Қызылжар болып аталғалы. Қанша жыл болды дейсіз Қызылжар болып аталған? Айтып берші кім? 4 жыл болды. 4 жыл болып қалды, 4 жылдың алдында ондай Қызылжар деп аталмаған, Енді қандай болып? Патқоз сапқоз болып. Так. Бұл енді сіздерге мына жаққа қоныстан қалғанша уақыт болды? 10 жыл болды. 10 жыл болды, 4 жыл болды аталғанына, Енді осы Қызылжардан былай қарай мына жақта Баласаз деген жер бар. Баян жүрек деген тау мұнда тұр. Енді сол Баласаздан ары қарай енді асулар бар. Қандай асулар бар Баласазға? Кигіздің асуы. Имашаға айтып жеңіз. Кигіздің асуы, Чал автоматыр. Соның кейін жаңағы анау Қараскөл деген бар. Қараскөл. Өнің кейін одан ары қарай кетсеңіз жаңа ағаш кергенге кетесіз. Арқан кергенге. Иә. Арқан керген? Иә. Арқан кергенге барасыз. Мынау жаңағы Тәуке тауы. Иә, мына Тәуке тау. Мынаны Сартау деп айтады мен ортада. Иә. Бұрында мен Сартау деп еститінмін осыны. Иә, мына ортада тұрған. Мына тұрған Сартау, иә. Ортада тұрған Сартау. Иә. Бұның ар жағы мынау үстіндегі анау неме деген жайлау. Салқынбел деген. Салқынбелден асқаннан кейін жаңағы Ақсу деген өзен бар. Оның Ақсудың ар жағында жаңағы Батпақты деген жер бар. Сол Батпақтың ары қарай кетсеңіз бағанағы Қарасырық Қараткөлге кетесіз ар жағына. Қарасырық Қараткөл. Енді былай қарай. Былай қаратай. Біреу бұл тұрған жерде Бүркітті деп қояды. Бүркітті деген. Көрінбей тұр ол. Иә. Тұман болып тұр. Соны мына жағы Қасқырау дейді, Көксай дейді. Анау немене Қызыл Кесік дейді. Иә. Жаңағы сондай, соның асты жаңағы не анау? Салқынбел жайлау. Енді Имашаға сізден сұрақ. Бағана қыздың бейті Жүзоба деген бар екен, Қыздың бейті Жүзоба деген. Бағана іздеп барып келдік. Ана ауылдың аты неме еді? Қоңыр деген ауылға бардық. Ол жердегі жерлік 1-2 жігіт болды, сол туралы білетін. Біреусі орманшы жігіт, бірақ олар таппадық. Бір үйренуге кеткен мәселесі болды, сосын біреусі басқа жерге бір жұмыспен кеткен мәселесі болды. Таба алмай қалдық. Енді сол Қызбейтке сіз өзіңіз барыптыңыз. Бардыңыз. Барғанда осы мысалы мына басы Баласаз дейік, Баласаздың арғай басы. Осы таумен бағанағы сол Қызбейт және Жүзобаның жатқан жері мөлшермен қанша шақырымдай жер деп айтуға болады? Мөлшермен 15 шақырымдай болады ғой. Мына 20-30 шақырым. Баласаз менен жаңағы ана Қапалы. Жоқ, мынаумен 30 ғой. Ана жақ 15. Баласазбен. 15 бола ма? 15. Соны Қапалының ар жағындағы тау ғой, ол? Қапалының үстінде жаңағы қолдың оң жағындағы тау ғой. Қолдың оң жағындағы тау, Ар жағынан келгенде қолдың оң жағында болады. Ар жағында Қораның жайлауы деген жайлау бар, Қораның асуы деген. Иә, Қораның асуы деген. Қораның асуынан түссең, Қораға түссең, Текелден шығасың. Текелден шығамыз, Жарайды, рахмет. Тұрған ол. Міне. Мұнаның бәрі жаңағы Тоқтан тауына барып тоқтайды.
Осы таудың бәрі сол жаққа тоқтайды. Тоқтауын бәріне барып тоқтайды. Мынау әдетте 2 тау, 3 тау деп елдер айтып жүр ғой. Мынау қабат 4 тау болып тұр міне. Мынау жаңағы Тәуке тау. Мынау Сар тау. Анау және бір тау, оның ар жағында үстінде және бір тау. 4 қабат тау. Мынау Жоңғарал тауының өзі қабат 4 тау. Енді жалпы Қызай ұрпақтары, біз Қапал өңіріне Арасанға келдік. Арасандағы басындағы ауылды көрдік. Қызылжар деген ауыл, мен іздеген ауылым сол болған, бірақ Қызылжар ауылы Қызылжар деген атқа ие болғанда 4 жыл ғана болыпты. Енді Қызылжар, осы таудың сол Қызылжар деген өр жағында Баласаз деген жер бар. Сол Баласаздан жоғарылай бергеннен кейін ол жақта тау бар. Сол таудан 15 шақырымнан кейін мына Қапал деген ар жағындағы тауға барады екенбіз. Сол тауда сол жақтан Имаш ағамыз барып көрген екен. Сол жерде қыздың бейіті және Жүзоба деген атаумен аталатын жер бар екен. Ол енді қыздың бейіті не үшін аталды, жүз бейіті не үшін аталды деген мәселеге келеміз мысалы. Яғни сол кезде Құдайназар бабамыз ол кісі қызы Гүлайыммен, яғни жалғыз ғана қыз сол кезде шайқаста болған. Гүлайыммен және қасында 100 жігіт бар шайқаста болған мысалы. Сол шайқаста 100 жігітте, Гүлайымда, бағанағы Құдайназар бабамызда қызымен 100 жігітпен тұтастай сол жерде өлген мысалы. Енді ол бағанағы айтылатын қыздың бейіті Жүзоба деген нәрсе, ол беталдан беталды емес. Ол сөзсіз бір нәтижесі бар осы нәрсе. Ол сондай себептен аталды деп ойлаймыз. Енді біз мүмкіндіктерді қарастырып көреміз, бірақ қазір қар қыс болған себепті біз ол жаққа бара алмаймыз қазірше. Енді мүмкін болса майдың аяғына қарай бір маусымның басында ма, майдың аяғында ма, сол кезде бір келіп, сол туралы бір зерттеулер жасап көреміз деп ниеттеніп тұрмыз, Құдайым бұйырса. Ал аман сау болыңыздар, рахмет сіздерге. Мына видеоларды тарқатып қойыңыздар кеңінен, және арнаға жазылыңыздар, кеңінен тарқатыңыздар.